Құрметті көрермендер, бүгін манты тағамын жасаймыз. Суымызға тұз қосып араластырып, үстінен ұн қосып, ұнның басы біріккенше араластырып илейміз. Қамырымыздың басы біріккенше қатты етіп қоймай, жұмсақ етіп әдемілеп илеп аламыз. Болған соң қамырдың басын біріктіріп 10 минутқа жауып қоя тұрамыз. Енді фаршымызды ет, сәбіз, картоп, пияз қосып араластырып аламыз. Дайын болған қамырды зола бөліктеріне бөліп, дөңгелек етіп золалар жасап қоямыз. Оқтаудың көмегімен қамырымызды дөңгелек жұқа етіп жайып аламыз. Жұқа майда бөліктерге бөліп, енді мантыға фарш салуды бастаймыз. Жайылған кесінділерге фаршты салып, енді манты түйуді әдемі дөңгелек етіп манты түйіп бастаймыз. Мантымыз түйіліп дайын. Енді оны мантоваркаға салып 35 минут отта пісіріп дайындаймыз.